Ғұбайдолла Абдрахманұлы атындағы Қима орта мектебінің 9 сынып оқушысы Ұлан Ақбота қазақ тілінің негізін насихаттаушысымын. Армысыздар, құрметті жамағат. Бүгінгі таңда өз маңызын жоғалтпаған мәселелердің бірі тіл мәселесі. Тіл барлық ұлттың тарихын сақтайтын ұлттық қоймасы болып келеді. Тіл мәдениет, тіл өркениет, тіл ұлттың тарихы, яғни әрбір тіл өз алдында ұлы болып келеді. Ұлт тілі ол асыл қазына. Сол асыл қазынаны көздің қарашығындай сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізген ата-бабаларымыздың өкілдері біздерміз. Бөтен сөзбен білінсе сөз арасы, ол білімсіз ақынның бейшарасы деп ұлы Абай атамыз жырлаған екен. Әрбір адамзат өзінің тілін ұлттық мемлекеттік ретінде көруі қажет. Мемлекеттік тілімізбен сөйлеп, қазақ тілін болашақта басқа елдерге де көрсетейік. Ғұбайдолла Абдрахманұлы атындағы Қима орта мектебінің 9 сынып оқушысы Рамазан Мадина. Мұқағали Мақатаев, үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген. Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы отал менен. Түтін түтет, өс, өрбі, көгере бер. Немерелер көбейсің, шөберелер. Жадында ұста, жақсылық күтпегейсің. От емес, оқ сұрасан менен егер. Үш бірдей бақытым бар алақанда. Мені мұндай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан. Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға.